Сәлем бердім баршаларыңызға. Сіздермен мен Әйгерім Мырзабек. Бүгін сіздерде небәрі бір ғана жұмыртқаменен табада пісетін торттың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдыменен таза ыдысымызға, құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарып салып алатын боламыз. Және де осылай қоюлатылған сүтімізді құйып алатын боламыз. Бұл жерде менде сүтіміз қоюлатылған 200 граммдай шамамен торттың көлеміне қарай құйып жасай берсеңіздер болады. Бенчиктің көмегімен араластырып аламыз. Содан соң ұмыс қопсытқышымызды салып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда видеоларымның алғашқылары болып, сізде көрініп тұратын болады. Ұн елегіштен өткізілген ұнымызды салып, қолдың көмегімен қамыр еле болатын боламыз. Қамырымыз қолымызға жабыспайтындай қамыр болу қажет. Мен толық рецепті описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерге өтіп, рецепті көріп жасай берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай, небәрі 30-ақ минутыңыз кетеді. Ешқандай миксерді де қажет етпейді. Қолдың көмегімен осылай илеп алып, бетін жауып 5 минутқа қалдыратын боламыз. Енді креміне көшетін боламыз. Креміне менде осылай кез келген магазиндерде сатыла беретін 20% кремді қолдандым. Кез келген қаймақты кете береді, қолдансаңыз. Және де осылай сахарный пудраны да пайдалансақ болады. Екеуін араластырып, бенчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Өте дәмді крем шығады. Кремімізді дайындап алдық. Осылай орташа қою да сұйықта емес, крем дайын болды. Енді елеген қамырымызды бөліктерге бөліп алатын боламыз. Менде бұл жерде 7 бөлікке бөлінетін болады. Табанның көлеміне қарай бөліп алсаңыздар болады. Қолдың көмегімен осылай дөңгелектеп алатын боламыз. Барлығын жайып шығатын боламыз біркелкі етіп. Оқтаудың көмегімен баспай, жай ғана үстінен жүргізіп жайып алсаңыздар. Егер де қамырларыңыз жабысып жатса, ұн сеуіп отырып жайсаңыздар да болады. Осылай барлығын жайып шығатын боламыз. Және де егер сіздерде форма болса, форманың табасыменен дөңгелек етіп кесіп алсаңыздар болады. Менде бұл жерде форманың диаметрі 23 см. Осы табанменен сәйкес келгендіктен формаменен кесіп алдым. Табаларыңыздың көлеміне қарай кесіп алсаңыздар болады. Барлығын бірдей жайып шықтық. Енді табамызға салып пісіріп алатын боламыз. Табамызға май қоймай пісіресіздер. Және де бұл жерде отымызды жай отқа қойып пісіріп алыңыздар. Тез піседі. Астына аударып, тағы да пісіріп алатын боламыз. Қатты қызартпай пісіріп алыңыздар. Өзі осылай табада болғандықтан қызармай піседі. Барлығын енді жайғастырып алатын боламыз. Формамызға
жинасаңыздар да болады, немесе осылай тарелканың көмегімен қойып жинасаңыздар да болады. Креміміздің барлығын біркелкі етіп жағып шығамыз. Бұл крем тез сіңетін крем. Ұзақ уақыт сақтауды қажет етпейді. Тез жұмсартатын крем. Тортымыздың барлығына осылай крем жағып жинап алатын боламыз. Барлығында жинап алғаннан кейін тоңазытқышқа жартысты 1 сағатқа салып қойсаңыздар болады. Кремі одан да жақсы сіңсін десеңіздер. Мен 15 минутқа қойып кесіп алдым. Өте дәмді шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі медовый торттан ұқсайды екен, өте керемет болып шықты. Отбасыма ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне сіздерге кесіп көрсеттім. Дәмінде көрсетіп жатырмын. Өте дәмді, керемет болып шықты. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.